Асканур каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ерекше бір сметаник дайындайтын боламыз. Ол сметанигімізға клегей, ерітілген сары май, жұмыртқа, қант, разрыхлитель, тұз, ұн, сода қажет болады. Бұл жерде жұмыртқа 210 грамм дейді, бірақ сол 210 грамм 4 штуктан айналды. Бұған тұзымыз бен қантымызды қосып жақсылап араластырып аламыз, ал ұнымызға содамыз бен разрыхлителімізді салып араластырып аламыз. Ал сары майымызды ерітіп, оны алдын ала ерітіп, суытып аламыз. Енді бұл жерде ең алдымен осы жұмыртқамызды, тұзымызды, қантымызды салып араластырып алғаннан кейін клегейімізді құюымыз керек. Мен бұл жерде шатастырып ең алдымен майды құйып жіберіппін, бірақ бұл жерде клегей қажет болады ең алдымен. Сосын барып ұнымызды саламыз. Ұндарымызды салып араластырып алғаннан кейін ең аяғында сары майымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Диаметрі 18 сантиметр болатын формамызға осы дайын болған массамызды құйып, духовкада 180 градуста 60-80 минут пісіріп аламыз. Дайын болған коржымызды суытамыз. Ол суығанша кремімізді дайындап аламыз. Кремімізге, яғни клегей керек болады, сахарная пудра, ванильный сахар керек болады. Клегейімізді ең алдымен мен бір күн бұрын дұршылаққа салып, астындағы суын сорғытып алдым. Сосын осы дайын болған кремімізді дайындап алғаннан кейін, коржымыз суып алғаннан кейін, осы коржымызды үшке бөлеміз. Бірінші бетіндегі қабатын кесіп алып, одан крошка жасаймыз, яғни ұсақтаймыз блендермен. Медовый тортқа жасағандай жақсылап ұсақтап аламыз. Сосын барып, оны қалған үшке бөлеміз. Енді үшке бөлген корждарымыздың арасына жәнегі дайындап алған кремімізді және де грецкий орех пен чернослив керек болады. Осыларды араларына салып, жақсылап сметанигімізді дайындап аламыз. Енді астына толығымен жазып кеттім. Өздеріңіз қарайсыздар. Ал және менің каналымды қолдап, осы сметанигімнің дәмін көріңіздер. Ас болсын!